Bir күні Хазіреті Әлиге бір қайыршы келіп, қайыр сұрайды. Оған беретін ақшасы болмай, ұлы Хасанды үйіне жұмсайды. Кешегі анаңа берген 6 дирхамның 1 дирхамын алып кел дейді. Ұлы Хасан Фатима анамызға барып, Алла ол кісіне разы болсын, әкесі 1 дирхамды сұрап жатқанын айтады. Сонда Фатима анамыз ол 6 дирхамды оны алуға сақтап қойғанын айтады. Бұл хабарды Хасан әкесі Хазіреті Әлиге жеткізеді. Сонда Хазіреті Әли бір құл Алланың құзырындағысына өз қолындағыдан да артық сенбейтін болса, иманы кәміл болмайды. Бар айт, және 6 дирхамды толық алып кел дейді. Ұлы Хасан әкесінің айтқанын анасына жеткізіп, 6 дирхамды толықтай алып келіп, әкесіне береді. Әкесі 6 дирхамды Хазіреті Әли әлгі қайыр сұраған кісіге толықтай беріп жібереді. Осылайша үйіне қайтып келе жатқанда бір кісі түйесін жетектеп келе жатады. Хазіреті Әли, түйеңді сатасың ба деп сұрайды. Әлгі кісі, сатамын 140 дирхамға. Хазіреті Әли, менің қазір саған беретін ақшам жоқ. Егер қарызға беретін болсаң, разы болсаң, түйеңді есікке байла дейді. Әлгі кісі өз разылығын білдіріп, түйесін есікке байлап кетеді. Арада көп уақыт өтпей, бұл түйенің егесі кім деп бір кісі келіп сұрап тұрады. Хазіреті Әли үйден шығып, бұл түйенің егесі мен. Сатасың ба? Сатамын. Бұның құны 200 дирхам дейді. Әлгі кісі разы болып 200 дирхамды беріп, түйені алып кетеді. 200 дирхамды алған Хазіреті Әли 140 дирхамын әлгі қарызға берген түйенің егесіне апарып беріп, қолында 60 дирхамы қалады. Оны үйге алып келіп, Фатима анамызға береді. Сонда Фатима анамыз бұл не деп сұрайды? Хазіреті Әли, Алланың бір жақсылық істеген адамы 10 есе сауапқа ие болады деп Әнғам сүресінің 160 аятында пайғамбар арқылы біздерге уәде еткен сыйы дейді. Құрметті жақсылар, Алла Тағала Алла жолында берген нәпақалардың есесін толтырады деп Сәбә сүресінің 39 аятында айтады. Сондай-ақ бір жақсылық істеген адам 10 есе сауапқа ие болады деп Әнғам сүресінің 160 аятында. Құрметті жақсылар, біздің жасаған амалдарымыз еселеніп, қайтуды күтпесек те, Алла бізге қайтаратыны сөзсіз. Алла жақсы амалдарды ықыласпен жасауды сіз бен бізге нәсіп етсін.